Баршаңызға сәлем. Бүгін біз карамельный пирог дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін ең бірінші 300 грамм ұнымыз қажет. Ұнымызға шай қасықпен сода қосамыз. Кейін 100 грамм қантымызды қосып араластырып алатын боламыз. Кейін бөлме температурасында тұрған маргаринімізді алып, ұнымызға салып, жақсылап араластырамыз. Мінеке біздің қамырымыз осындай болып шығады. Соған 1-3 топ жұмыртқа қосып араластыратын боламыз. Жақсылап илейміз. Қолымызға жабыспайтын біркелкі қамыр болып дайындалады. Неге қамырымыз дайын болды. Енді оны холодильникке салып, салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына вареный сгущенкамызды қосатын боламыз. Кейін сметана, яғни қаймағымызды алып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Вареный сгущенкамыз бен қаймағымызды араластырып алғаннан кейін 2 жұмыртқа қосып, тағы араластыратын боламыз. Яғни араластыру өзі қалауларыңызға байланысты. Мен қаспен араластырдым. Блендермен де араластыруға болады. Кейін дайын болған қамырымызды алып, осылай формаға жақсылап орналастыратын боламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне осылай салмамызды құямыз. Пирогымыздың үстін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Мен шағын қамырымызды алып қалып, үккіштен өткіздім. Мінеке біздің пирогымыз дайын болды. Енді оны 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.